Так, бүгінгі бейнероликта біз кошелектта салымсыз түрде ақша табатын боламыз. Бұл кошелектің ашқанына бір айдай болды. Елдер бұл жақтан жақсы ақша тауып жатыр. Өзінің плюстары бар және де өзінің минустары бар. Толықтай ол информацияны сіздерге жеткізетін боламын. Ең бірінші достар, бұл A4 приложение деп аталады. Бұл кошелек, яғни сіздер сілтемесін осы видео роликтің астына қалдырып кетемін. Сояқтан кіріп, осы кошелекті Play Market немесе App Store'дан жүктеп алатын боласыздар. Кіресіздер, кіргеннен кейін бұл жақта A4 деген басасыздар. Яғни достар, бұның амбассадоры A4. Әлі күнге дейін бұл айтылмаған. A4 әлі айтқан жоқ, но в дальнейшем болашақта осы жарты жылдың аралықта бұл жақта уже A4 блогердің өзі қосылады деген бізге сондай обещание берді. Но реально солай бола ма, болмай ма, оның бәрі уақыт көрсететін болады. Жақсы. Бұл жақта кіресіздер, кіргеннен кейін бірінші сіздер кошелек создать ететін боласыздар. Кошелек создать етесіздер, 12 сид фраза, яғни сөздерді сохранить етесіздер, ол сіздердің өздеріңіз жеке парольдарыңыз болады. Кіресіздер, одан кейін орта жағына Spexy деген приложение бар. Яғни бұл жақта сіздер жүріп ақша табатын боласыздар. Қазір сәтте сіздер егер салымсыз ретінде кіретін болсаңыздар, мына жақта аренда деген бар. Осы арендадан басасыздар и взять аренду деген тұрады. Ол жақта сіздер модель S немесе модель P деген алсаңыздар болады. Өйткені мұны 5 вакансия тұр, модель S-те 408 вакансия тұр, ал қалғандарда модель берілмеген. Сондықтан сіздер модель P алсаңыздар болады. Қараңыздар. Мына жақта сіздер біреудің роботын аласыздар да, солар үшін жұмыс істейсіздер де, мысалы бір күнде сіздер 4 XP аласыздар. XP-ді потом сіздер долларға ауыстырып ақша табатын боласыздар. Мұны қараңыздар, мысалы 4 XP береді, бұл 7 күнге арналған. Мынақта откликнуться деген басасыздар и потом сіздерге берілетін болады. Елдер не үшін береді арендаға? Өйткені бұл приложениеда тек қана бір роботты ғана сіз қолдана аласыз. Чтобы бұл жақта тағы көп ақша табу үшін, адамдар мысалы роботтарды USDT-мен сатып алады да, потом осылай арендаға беріп қояды. Яғни олар жұмыс істемейді, просто аренда беріп қояды и просто сіздер арқаларыңызға ол ақша табатын болады. Сіздер 25% доходын өзіңізге түсіріп отыратын боласыз. Яғни тапқан ақшасының. Мына 4 XP, мына жақта даже 449 XP берілеткен 7 күнге. Осын біреусін таңдайсыздар и откликнуться дейсіз. И күнделікті сіздер уже XP-ді табатын боласыздар. XP-ді қалай табамыз, қазір көрсететін боламын. Егер де сіз біреудің арендасын алмай, өзіңіз вложение салып, көп ақша табамын десеңіз, онда жақта маркет деген бар, осы жаққа басасыздар. Модель S 10 USDT тұрады. Қалай сатып аласыздар? Ол үшін бірінші сіздер кошелектарыңызға пополнение жасау керексіздер. Қайтадан артқа оралайық, кошелекқа кірейік. И мына жерде сіздер пополнить дегенді басасыздар. Криптовалютаны таңдайтын боласыздар, Tron немесе Matic. Мысалы Matic ретінде қойсаңыз, Matic таңдайсыздар и осы адресқа сіздер $12 жересіздер, или $11 жеткілікті. Жердіңіздер, қайтадан Spexy приложениесіне кіресіздер, 10 USDT, XP-ге кіреміз, и мына жақта біз Matic-ті таңдаймыз. И оплатить деген басамыз. Или оплатить другим кошельком дейді. Тіпті сіздер бірден сразу Binance-тан осы адресқа скопировать етіп алып, осы адресқа бірден жерсеңіздер де болады екен. И сіздер потом осы модель S-ті алатын боласыздар. Бұның доходы қандай? Әр роботтың өзінің 40 уровені болады. Сіз яны бұяқты прокачать ететін боласыздар. Қазір ең бірінші доход сіздер 0.06 USDT болады. Но егер де сіздер 40 уровенге жеткізетін болсаңыздар, күнделікті доходыңыз $1.48 болады. Бұл роботты сатып алғаннан кейін сізге өмір бақи жұмыс істейтін болады. Бұл бір ай, бір жыл ғана емес, вообще өмір бақи. Бұл проект қанша уақыт істейді? Серьезность жағы бұл жақта өте жоғары. Сондықтан жоқ дегенде бір жыл одан көп істеу мүмкін. Жалпы серьезно қарап жатыр, сондықтан қарауға болады бұл жерде. Тіпті сіздер бұл жақта 100 USDT сатып алсаңыздар да болады, и потом сіздер максималь доход бұл жақта $14 болады. Менде қазір сәтте модель Ether 1000 USDT-ға сатылып алған. Өзім $1000 сатып алдым деп айтпай қойын. Яғни мен лидер ретінде маған берілді бұл робот, и мен қазір сәтте бұл жақта ақша шығарған сәттер болды.
Бұл жерде енді қалай ақша табамыз, сол жағын айтып кетейін. Яғни мына жақта пуск деген тұрады, осыны басамыз. Да, начать ходьбу, яғни біз бұл жақта 1500 километр жүру керекпіз. Плюс бұл жақта бізге местоположение қосып қою керек, чтобы өзімен қосылып тұр екен локация. Яғни локацияны қосып қоясыздар, и сіздер дальше жүресіздер. Жүрген кезде мына жақта сізде 1500 километр болады. Қазір сәтте мен жүріп келемін, одан кейін жалғастыратын боламыз. Міне достар, мен 1500 километр жүріп шықтым. Мені прогулка завершена деп тұр. Бірақ бұл мен біздің задача әлі бітпейді. Пройти тест деген тұрады, осын басамын. Так, мына жерде бізге оқу керек. Сіздерге лайфхак қазір айтатын болам. Егер де сізде екінші телефон болса, онда осыны фото түсіріп аласыздар. Қазір өйткені осы ішінде текстта бір бізге сұрақ қойылатын болады. Сол үшін мен екінші телефонды аламын да, қазір бетін фото түсіріп алдым. И төмен жағын тоже түсіріп алам. Бұл жақта скриншот жасалмайды, сондықтан мен екінші телефонмен түсіріп алдым. Все, мен типа оқып шықтым и перейти к тексту деп, и начать прохождение теста деймін. Мына жақта мына сұрақ тұр. Зависит курс валюты от внешней политики страны, вступившей ее, дейді. Так, мына жерде оқып шықтым, и мен ойымша жауап үшінші. Нет, так как национальная валюта обеспечена резервами. Ответить деген басамын. К сожалению, ты не прошел тест деп шықты. Яғни өкінішке орай, достар, мен бұл жақта жауап бере алмай қалдым дұрыс. Сондықтан маған XP берілмеді. Егер сіз бұл жақта дұрыс жауап бермесеңіз, плюс XP сізге берілмейді. Қазір сәтте мен счетымда 200 XP бар. Яғни мен ол жақта бір задание істеген үшін, яғни 1500 километр жүрген үшін маған менің роботым 100 XP береді. Ал 100 XP'miz бұл 6 USDT мен тең. Яғни мен бір күнде 6 USDT таба аламын. Қазір сәтте менде доступно 200 XP. Бұны шешу үшін вывести деген басамын. И мына жақта подтвердить деген басамын. И потом бұл мен XP-ма түсетін болады. Бірақ та достар айта кетейін, бұл жақта тоже ақша шешудің өзі бір камни бар, яғни минусы бар. Бұл жақта ақшаны шешу үшін сіз өзіңіз астыңыздан реферал шақырып, потом олар робот сатып алу керек. Осы главный минус осы. Егер де сіз артыңыздан, яғни партнерский сеть арқылы адамдар шақырып жинайтын болсаңыздар, онда без проблем бұл жақта ақшаны шеше бересіздер. Ал егер де астыңызда адам болмаса, яғни пополнение жасап робот сатып алмағандар, онда өкінішке орай мына XP-іңізді сіз шеше алмайсыздар. Бұл жақта достар жалпы XP-ді плюс бағана айтып кеткендей прокачка жасауға болады. Улучшить деген басамын. Ты можешь улучшить свои успехи с помощью XP и получить больше наград дейді. Давайте улучшить деген басамын. Так, екінші уровеньге өтсек, 840 XP керек екен. Сондықтан өкінішке орай мен бұл 200 XP-ді ештеңеге құрта алмайды екенмін достар. Плюс достар, бұл жақта мен ақша шештім ба деп сұрасаңыздар, ақша шешкен болатымын. Так, мына жақта көрсетіле ма? Мына 0.74 BNB. Ал бұл 0.74-іміз примерно 17 USDT мен тең. Сондықтан бұл жақта мен бір рет ақша шешіп көргем. Мен атымнан рефералдар келгеннен кейін бір адам құйған болады, соның арқасы мен 17 USDT шештім. Енді қазір сәтте шеше алмаймын. Егер де мен астымнан кіріп адамдар пополнение жасайтын болса, онда мен шешетін боламын. Осылай достар, сұрақтарыңыз болса комментария қалдырып кетіңіздер. Сіздермен мен болған Апок, келесі көріскенше.